жалпы 2005 жылы университетке осы білім шаңырағымыздың табалдырығын аттаған болатын. Негізі мен Қазақстандағы жалпы оқу орындары туралы ешқандай ақпарат болмаған. Мен өзім бірінші жылы Ресейде оқыдым. 2004 жылы 2005-ке дейін денсаулығымның несіне байланысты Алматыға оқу орнын ауыстыруға тура келді. Мен бұл жерге оқуға түскен кезде менің сыныптастарым оқитын бұл жерде екі жігіт. Алматыға алғаш рет келген кезім сол кезде Төле бидің бойымен көлікпен өтіп бара жатқанда көрсеткен, мына жерде оқимыз біз деп. Сыртын қарасаң әдемі ғой, 13 этаж үлкен сондай ғимарат. Адамның көзін тартады біріншіден. Осы жерде оқимыз деп былай көрсетті, мен просто өтіп баратып бүйтіп бір қарадым. Сосын Ресейге кетіп қалдым. Как раз Ресейге кетіп жатқан кезімде шығарып салады олар мені вокзалдан. Сосын кейін ол жақта денсаулығым нашарлап, бірінші курсын бітіріп, ауылыма келіп, үйдегілермен ақылдасып отырып, ауысайық дедім. Алматыға ауысайын, мен қай жерге тапсыратын деді. Білмеймін, шынымды айтсам, қандай университет, бірақ әйтеуір. Енді үйдегілерді андай ғой, ауылдан шыққаннан кейін оларды әйтеуір бөтен жерде жаңағындай бір жақын адамдар болғанын қалайды ғой. Сондықтан да біледі да, енді осы жерде мен екі сыныптасым оқиды. Сосын оттуда как раз менің балаларым оқиды, сол жаққа түсіре салайын. Как раз менің мамандығым да бар екен. Мен өзім химияны ұнататын тұғым, қатты жақсы көремін. Химияның органикалық заттардың химиялық технологиясы деген мамандыққа тапсырып, осы жерге келіп, сол оқуға түсіп кеткенмін 2005 жылы. Оқу жағынан мен енді көп мұғалімдер ұната бермейтін, бірақ мен ұнататын да мұғалімдерім болған. Мысалға менің дипломнан жетекшім болған, жалпы маған ұстаз болған Отан Әмірбекұлы деген кісі болған. Мен ол кісіні қатты сыйлаймын, қатты жақсы көремін. Маған бағыт беріп, білім берген кісілердің бірі. Жалпы диплом қорғауыма да тақырыбымда әйтеуір жетекшім болып. Мен химияны жақсы көргеннен кейін химияны тапсыра алдым мен өзім. Ол бізде бір жақсы жері біздің кафедрада андай жоқты ғой, әшейін өтірік баға қоя салу. Оқисың ба, қойып береді, оқымайсың ба, қоймайды. Сондықтан да мен кейбір университеттің атынан басқа да шет жаққа шығып жатқан кездеріміз көп болды. Астанаға, Алматының өзінде басқа да қалаларға барып жаттық. Сол кезде жіберіп қоямыз кейбір сабақтарды. Сол кезде енді орын толықтыру үшін просто так қойып бере салмайды. Барасың, жіберіп қойған сабақтарын тапсырасың. Мысалы, лекцияң бар, басқаң бар, өзінің студенттік, өзінің жұмысы бар, лабораторияң бар. Міндетті түрде тапсыртқызады, сосын бағаңды қояды. Сондай болған. Мен енді өзім ұнатпайтын сабақтар математика, сосын гуманитарияны да қатты ұнатпайтын тұғым. Мен тек химиядан басқа сабақтарды қатты жақсы көрмейтін тұғым. Шынымды айтсам. Бірақ дене тәрбиесін барып тапсыратын тұғым нормативтерді. Активист екенім деп жата берген жоқпын, шынымды айтсам. Міне мынандай дүниежүзінде жаңағы дәлелі бар, ғылыми инженер, технолог, жалпы технический мамандықта оқитын адамдардың жалпы сондай өнерге, жазуға, авторство, сценарий жазу, бірдеңені ойластыруға қабілетті көбірек болады екен, чем сол гуманитария бойынша бағыт болып, соны оқып білім алып жатқан адам қарағанда. Ол әлемде дәлелденген дүние. Ол мысалға сен журналистиканы оқып жатсың ба, кезінде қазақ әдебиетін жақсы көріп, соны журналистикаға кіріп кетіп, филолог болып жатқан адамдармен салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыз, көп жерде техникалық мамандыққа бейім адамдар жалпы әлемдегі көптеген дүниелерді дүниеге алып келіп жатыр да, мысалға. Мен мысалға түскен жылы техфакта болатынмын. Біздің мамандық, ХТО мамандығы техфакта болды. 3-ші курсқа дейін, 3-ші курс бітіріп жатқан кезде пешфакқа ауыстырып жүрді мамандығымды. Енді қараңыз қызықты. 3 жыл бойы оңдасын техфак деп жүгіріп жүрген адам. Үнемі пешфакпен біз бүйтіп келгенбіз. Енді андай жарыс мағынасында ба, айтпасам жеке ешқайсымен өштеп жүргенім жоқ. Сонымен әйтеуір ана жақта оңдасын, мына жақта оңдасын, я патриот атуда оңдасын, мешфакта оңдасын.
кызсыны болсо жүргүзүп аткан оңдасын, айтыр бәринде оңдасын болуп жүрген адам пишфак сәл ұнатпайтын, енді жалпы сол бағытта. Енді адами тұрғыда ұнатпайды деп айта алмаймын. Ол кісілердің барлығын жақсы көремін. Сөйтемін даған 3 жыл бойы техфак деп жүрген адам 4-ші жылға келгенде пишфакқа түсіп қаламын. Ал қораға кірдім деген осы. Енді қараңыз, енді техфак деп айқайлай алмайсың. Пишфактасың сен уже официально кәдімгідей, ресми түрде. Мамандығын сояққа ауысқан. Ал енді пишфак деп айқайлап көр. Айқайлайын десең 3 жылына жақта оқып қалсың. Бүкіл деканның, зам деканның бәрі ей деп қалып кетеді. Енді мына жаққа көмектесең десең, ана жағы ренжиді, ана жаққа көмектесең десең, мына жағы ренжиді. Сонымен ей деп бүйтіп қалдық. Сол бір қызық болған. Енді оның ішкі қызықтары өте көп. Айта берсең тағы да біраз нәрсе ашылып қаламын деп уайымдап тұрмын. Екінші сынып оқып жүрген кезде анам музыкалық мектепке беріп тастаған, мен домбырадан. 5 жыл домбыраны оқыдым. Мектебін бітірдім. Иә, домбыраны бітірдім. Жайлы сол кезден бастап мамам уже жайлап мені бос уақытын болдыртпады да. Одан шығам дайындыққа кетем репетицияға, жаңа неден оқудан. Обед кейін оқуда болсам, обедтен кейін музыкалық мектептен жалпы. Мектепте жүрген кезде жаңағы класс аралық болады ғой, жарыстар. Соған қатысамын, домбырадан, әннен жүргізуші болдым. Сосын мектептің кезінде оқып жүріп, КВН деген дүниеге қатты қызықтым. Өзіміз дисктен көретінбіз ол кезде, DVD диск. Кассетадан болмаса, видеокассетадан. Сол қарап, қызығып жүріп, мектепте бір 10 сыныпта, 11 сыныптан бастап бір ойнап көрдік КВН, класстың балаларымен. Өзім жүгіріп жүрмін. Как раз сол 10 сыныпта ма мектептен де мектеп президенті деп сайлаған, сондайға қатыстым. Актер болуды армандадым. Әлде де армандаймын актер болуды. Өзі де сондай. Иә, ол бір үлкен талап етеді. Ол енді бір сондай жолға бір үлкен бастама ғой, жолымызды ашатын, соған бір итермелейтін. Бірақ нақты актермін деп айта алмаймын, өйткені оқуында оқыған жоқпыз. Бірақ енді қанша оқығанмен Құдай бермесе бар ғой, бәрібір ғой. Таланттың талант негізі. Бірақ сол айтыр, кішкене Құдай берген нәрсемізге сәл оқып, білім қосып алсақ, күшті болатын еді. Бірақ оған әлі ешқандай да әрекет жасап отқан жоқпын. Бірақ енді мен өмірдің өзі кино ғой. Сол жерде актер болып сомдалып жүрмін әлі де. Сол жер біраз нәрсе үйретіп жатыр. Бірақ енді болашақта бір жақсы бір киноға түскім келеді, шынымды айтсам. Әзіргі таңда біз кішігірім эпизодтарда жүрмін. КВН болсын, басқа әзіл бағдарламаларында, болмаса бір автор ретінде, сценарист ретінде ғана қазір рөлдерді атқарып жүрмін. Басқа нем жоқ. Менің сол арманым әзірге бала, жалпы актер болғым келеді. Енді жаңа инженер-технологтың айтып тұрған әңгімесі ғой. Тудың бұйырса, аман болсақ 100 жылдығына келейік. 100 жылдығында көрім келеді. Енді әйтір өмір алма кезек қой, бірде бұлай. Осы ату үшін аянбай еңбек жасап жүрген мұғалімдер, ұстаздар, техперсонал балықтарыңызға рахмет. Маған үйреткен, берген бағыттарыңыз үшін де, сабақтарыңыз үшін де сіздерге мың алғыс. Сіздерге еңбектеріңізге табыс тілеймін. Әрқашан ізденісте болыңыздар. Біздер ұмытпаймыз сіздерді, егер де сіздер біздерді ұмытпасаңыздар. Рахмет.